Трамп әлемге экономикалық соғыс жариялады. 2 сәуір күні Ақ үй басшысы Дональд Трамп күтпеген мәлімдеме жасады. Ол бұл күнді Американың азаттық күні деп атап, бір қатар елдерге ақш экономикасын көтеру үшін баж салығы енгізілетінін айтты. Қытай мен Еуроодақ тізім басында тұрса, Ресей бұл қатардан тыс қалған. Алайда Қазақстан, Қырғызстан, Өзбекстан да тізімге ілініп отыр. You know, you think of European Union, very friendly. They rip us off. It's so sad to see. It's so pathetic. At the same time, we will establish a minimum baseline tariff of 10%. You notice that on the chart? Трамп Қазақстанды дос пейіл емес елдер қатарына енгізген сыңайлы. Себебі елден импортталатын тауарларға 27% салық белгіленсе, Қырғызстан мен Өзбекстанға 10% мөлшерлеме бекітілді. Еурокомиссия басшысы Урсула бұл шешімді әлемдік экономикаға ауыр соққы деп бағалап, Еуропаның қарсы шараларды қарастырып жатқанын мәлімдеді. Алайда келіссөз жүргізу әлі де кеш емес екенін айтты. Ал Қазақстан депутаты Бекбол Орынбасаров мәселе жайлы пікір білдіруден тартынып, бұл олардың ішкі саясаты деп қысқа қайырды. Енді бұл арнайы өзінің саясаты, біз оның саясатына енді мен айта алмаймын ғой, былай неге жасалды, былай неге жасалды деп. Жалпы ол экономикалық саясат.